Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін Сан-Себастьян чизкейгін дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте оңай және қолжетімді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен 700 грамм творожный сырды блендермен жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстінен 150 грамм қантымызды салып, тағы да араластырамыз. 30 грамм жүгері крахмалын қосамыз. Егер крахмал болмаса, ұнды қоссаңыздар болады. Лимон цедрасын және 2 ас қасық лимон шырынын қосамыз. 33%-дық 300 грамм сливкиді қосып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Жұмыртқа кішірек болғандықтан 5 жұмыртқа қостым. Осылай алдымен араластырып алып, содан кейін массамызға қосып, барлығын біркелкі араластырамыз. Міне массамыз дайын болды. Енді ыдысын дайындаймыз. Астын фольгамен орап, сосын ішіне пергамент қағазын саламыз. Массамызды ішіне құйып, қызып тұрған пешке 230 градуста 30 минутта пісіп шығады. Чизкейгіміз пісіп дайын болды. Беті осылай күйіңкі болуы керек. Осылай піскен кезде көтеріліп, кен суыған соң үсті басылады. 4-5 сағат бөлме температурасында суытып, сосын 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Нағыз Сан-Себастьян чизкейгі дайын болды. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.